Barchаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге өте ерекше дәмді етті бәліш пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырымызды жасау үшін бізге қажет ингредиенттер жұмыртқа, ұн, сары май және қаймақ қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен ыдысқа қаймақ, сары май және жұмыртқамызды салып араластырамыз. Содан соң електен өткізіп, ұн мен қопсытқышты салып қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз осындай болып шықты, өте жұмсақ, қолға жабыспайды. Қамырымызды әзірше тоңазытқышқа салып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, пияз және де картоп қажет болады. Әрбір көкөністі осылай ұсақ төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Мінекей біз барлығын турап дайындап алдық. Енді тартылған етімізді салып, татымына қарай тоз бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Ал енді тоңазытқыштағы қамырымызды шығарып, екі бөлікке бөлеміз. Бұл біздің бәліштің астыңғы және үстіңгі бөлігі болады. Екі бөлікке бөлген соң әрқайсысын жұқа етіп жайып шығамыз. Енді ішіне ақырындап біздің барлық дайын болған салмамызды салып шығамыз. Және де жаңағы екінші қамырымызды жұқа етіп жайып, осы пирогтың үстіне жайып, жандарын түйіп шығамыз. Пирогтың ортасына ауа барып, жақсы толық пісу үшін ортасында тесік жасаймыз. Енді үстіне жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Қызып тұрған пешке 180 градуста шамамен 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап, комментарийге өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.